Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Так. Не болды? Не мазалап жүр? Мазалағанда денсаулық мазалап жүр. Білмеймін, кейінгі кезде осы мынау қабырғамның осы оң жағы асты ауырып, бір сондай мазам қашып жүр. Соны сізге бір көрініп кетейінші, дәрігерге деп сол ойлағам ғой. Şimdi ішетін бе едіңіз? Ой, енді қалай еркек боласың, ішесің ғой? Қатын емессің ғой? Жоқ, ішпейін деп ламатса дедім. Ішесің ғой? Ішкенде де түбін түсіреміз ғой? Апталап айлап ішіп кетеміз ғой. Бірақ енді оған қатысы жоқ шығар. Белгілі болды. Бәрі бір ғой, сол диагноздарыңыздың бәрі бір ғой сіздер. Шешіңізші пиджагыңызды. Шешейін бе? Шешіңіз. Былай бассам ауыра ма? Ауырмайды. Былай ше. Жоқ. Мына ше. Ойбай. Былай бассам ауыра. Ойбай. Ойбай. Болды. Болды ма? Болды, түсінікті бәрі. Киіңіз ана пиджагыңызды. Я сонымен, дәрігер. Так. Не істейміз? Алып тастаймыз. Бүйректі ма? Я тыңған әбден ішіп, быт-шытын шығарып, тындырғансыңдар ана бүйректен түк қалмаған. Сонда мен бір-ақ бүйрекпен жүрем ба сонда? Несі бар? Аппа деймі өмір сүріп жатыр ғой, бір бүйрегі бар адамдар. Сондай ма? Бір бүйрекпен жүре беруге болады десеңізші? Болады. Онда ше, мен бір бүйрекпен ақ жүре берем онда? Тыңдаңыз, бері қараңыз. Сіз егер ішкеніңізді қоймасаңыз, ана екінші бүйрегіңізді де алып тастаймыз. Ондай бар ма? Оның басқа амалы жоқ па, дәрігер? Бар басқа амалы. Қандай амал бар? Бүйрегіңізді ауыстыруға болады. Ондай да бар ма? Иә. Онда жақсы екен ғой. Оны қайдан аламыз бүйректі? Қазір не көп, донор көп, сатып ала саламыз. Сондай ма? Иә. Қанша тұрады ол? 2 миллион. Доллар ма? Жоға, 2 миллион теңге. Теңге ма? Қорқып кеттім ғой. Теңге болса несіне әңгіме құрыдысың? Ақша жетеді. Пожалуйста, алыңызда салдырамыз. Болды. Солай ба? Былай істеңізші. Сіз 2 бүйрек сатып аласаңызшы. 4 миллионға. Сөйтіңіз да, сразу екеуін ауыстырасаңызшы. Ақыры ашасыздар ғой. Бір ашқаннан кейін екеуін ауыстырып бересіңізші. Бақыма, спокойно жүре берейін де. Қорықпай. Бопты. Бола ма? Болады. Бірақ сіз әйеліңізбен ақылдаспайсыз ба? Әйеліңмен? Иә. Қойыңызшы сізді. Әйеліңіз? Кім бопты қатын деген ол? Қатынды адамға санамаймын оны. Ол мен ақылдаса дегенде ше мен. Денсаулық менікі, ақша тауып атқан мен. Кім ол қатын деген? Ешқандай да ақылдаспаймын. Болды, мен айттым, болды, все. Мен ер азаматтым да, столды бір ұранда шеше берем өзім. Сол былай істеңізші. Тағы екеуін табыңызшы. Тағы екеуін. Сонда 4-еу болады да? Онда ертең келем? Болды, ертеңге жазып қоям сізді. 4 бүйрек дайындап қойыңыз. Болды, жақсы. 8 миллион ба? 8 миллион. Мырза, кассаға төлеп өтесіз, бері қарай. Кассаға төлеп өтесіз. Проблема емес ол. Бірақ сіз жаңағыдай қатынмен ақылдас, әйелге айт деген айтпаңыз дейді маған ма? Намысыма тиіп қалады мен. Қатын деген бір түрлі. Жарай ма? Жақсы, жарайды. Жарайды, ертең келем онда. Жақсы. Сау болыңыз. Да. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Келіңіз, кіріңіз. Рұқсат деген. Кіріңіз. Келіңіз. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы. Так, не мазалайды? Айтыңыз. Не мазалағаныз? Танымадыңыз ба не? Кешегі. Бүйрек қой? Кешегі. Болды, келіңіз. 4 бүйрек. 4 бүйрек. Ақша әкелдіңіз ба? Жоқ, әкелгенде ше. Не ғой? Негізі, бір бүйрекпен де жүре беруге болады деген ғой? Кеше сіз өзіңіз айттыңыз ғой. Иә, соны кеше қатыным айтқан ғой, бүйрегімді ауыстырайық, осындай ақшасы осындай болады деген десем, ой байла, бай баламға салып, түнімен ұйқы бермей. Ертең қызды ұзатпаймыз ба, баланы үйлендірмейміз ба, мынандай үйге құдаларды қалай шақырмақшың, евроремонт жасамаймыз ба деп, миы жеп қой соны. Өзіңізге келдім, соны. Бір бүйрекпен жүре беремін, маған бәрібір. Ойбай, кәді кешегі. Қатынды мен адам екен демеймін, қатынды тыңдамаймын деп атқаныңыз. Енді тыңдауға тура келіп қалды. Аузынан шығып кетті, байқамай қалдым. Қызды қызбен ашып көрдім. Жарайды, жақсы, сау болыңыз. Ойбай, енді мен ана 4 бүйректі не істеймін, 4 бүйрек не істеймін? 4 бүйректі ма? Иелеріне тарап бересіңші. Алмайды ғой енді, оны қайтадан алмайды ғой оны.
Onda onda ана холодильникке салып қоясыңызшы, бұзылып кетпесін. Мен сияқты бір алқаштар келіп ауыстырамын деп керек деп қалса, бере саласыз ғой. Маған жақсы мен балалар құттықтап әйелім асақшы, кешікті. Жақсы сау болыңыз, иә. Кешің ренжімін. Zorlu. Еркегім. Ез десе. Жік көрем осындай. Балжырақтарды бар ғой,